Бәріне сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге әрі дәмді, әрі пайдалы брокколи сорпасының рецептін бергім келіп тұр. Брокколи сорпасы үшін бізге жарты кило брокколи, 1 пияз, егер кішкентай болса 2 пияз, 1 картоп, 1 ас қасығы ұн, 2 стакан сүт, ыстық су, май, тұз бұрыш керек. Әсіресе брокколи жақсы көрмеймін немесе жей алмаймын дейтіндер үшін бұл рецепті міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте жақсы көретініңізге сенімдімін. Видеода көріп тұрғаныңыздай көкөністерді жуып, тазалап, кесіп, дайындап аламыз. Орташа кастрюльге туралған көкөністерімізді саламыз. Үстіне жауып тұратындай ыстық су қойып, көкөністер жұмсақ болғанға дейін қайнатамыз. Екінші бір кастрюляға 2 ас қасығы майымызды қоямыз. 1 ас қасығы ұнымызды қоямыз. Ұнның иісі шыққанға дейін араластырамыз. Үстіне 2 стакан сүтімізді қосып, сәл қайнатамыз. Көкөністеріміз қайнағаннан кейін, қайнаған көкөністерімізді сүзіп алып, осы кастрюляға саламыз. Барлық көкөністерімізді салып болғаннан кейін, қайнаған судың шамамен жартысын құямыз. Көкөністерді блендермен езіп, тұзын, қара бұрышын қойып, тағы 5 минуттай қайнатамыз. Егер рецепт сізге ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сорпамыз дайын. Қаласаңыз, сорпаның үстіне сливке қосып ішсеңіз болады. Мол витаминді брокколи сорпасын жасайтындарға ас болсын.